Дүкендегі пряниктерден 1000 есе жұмсақ әрі дәмді болып шығатын балды қосылған пряниктерді бірге жасап көрейік. Ең алдымен ұнымызға қосшытқыш салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ұнымызға майымызды теркадан өткізіп, осылай бір келкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін оны шетке қоя тұрамыз. Басқа ыдысымызға 2 жұмыртқамыз бен қантымызды салып, венчикпен араластырамыз. Оның үстіне балымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнды массамызға осылай балымызды, жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін осындай шариктарды жасап аламыз. Мен сәл кішкене кішірек жасап қойдым, сіздер кішкене үлкенірек жасаңыздар болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Беті қытырлақ, сап-сары, өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап, өз отбасыларыңызды қуантыңыздар. Достарым, рецепт ұнаса, міндетті түрде сақтап, лайк басып қойыңыздар.